Сәлем достар, бүгін мен вареная сгущенка қосылған осындай дәмді жұмсақ болып шығатын карамельді сметаник жасадым. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа үстіне қант салып, ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында сары майды және қаймақты салып, әбден ерігенше венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Описаниеда барлық құрамдар жазулы тұр. Барлығын араластырып болған соң, ұнымызды қопсытқышты салып, барлығын араластырып аламыз. Көп қыздар жазып жатады, қамырымыз қатайып кетеді деп. Оның бірден-бір себебі сіздің қыздар қолданатын майыңыздың пайыздығында. Яғни маргариннің 60% жоғары маргаринді қолдану керек. Сол кезде сіздің пирогыңыз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Енді қолымызбен осылай барлығын біріктіріп болған соң, пакетке қамырымызды салып, холодильникке 10-15 минутқа салып қоямыз. Формамыз 22-24 см болатын. Дайын болған қамырымызды оқтаумен жұқалап жайып, енді 24 см формаға салып орналастырамыз. Бортиктерін биіктеу етіп жаямыз. Өйткені үстіне начинкасын құйған кезде сыртына шығып кетпес үшін жайып шығамыз. Айналасын тегістеп, әрі біркелкі болу үшін вилканың көмегімен әдемілеп тегістеп және астыңғы бөлігін осылай түртіп шығамыз. Қамырымыз дайын болды. Үстіне құятын начинкасын, яғни салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге бір банка вареная сгущенка, 2 жұмыртқа және 20-25% құрайтын 2 ас қасық қаймақпен жақсылап 4-5 минут араластырамыз. Осы кезден бастап пешімізді 180 градусқа қыздырып бастауға болады. Одан кейін қамырымыздың үстіне құйып 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. 1 сағатта пирогымызды бөлме температурасында суытамыз. Одан кейін тоңазытқышқа салып қойсаңыз болады. Өте дәмді, жасалу жолы ерекше. Сметаникті жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Гүлгүл ас болсын.